Жобамыздың тақырыбы адам ағзасындағы қанттың зияны. Мазмұны: қанттың шығу тарихы, қанттың өндіру жолдары, қанттың ерекше қолданысы. Біздің жобамыздың басты мақсаты қанттың пайдасы және зиянын оқып біліп дәлелдеу. Адамдардың қантты қандай жағдайда қолданатындығын түсіндіру. Міндеттері: қанттың пайда болу тарихымен таныстыру, қанттың өндіру технологиясымен таныстыру, қанттың құрамын, сапасын оқып білу, қанттың қалай және қай жерде қолданылатынын оқып білу. Қант қызылшасымен қант қамысынан алынатын тағамдық өнім. Ақ, сары немесе қоңыр түсті, тәтті, дәмді кристалл. Қант және шақпақ қант түрінде шығарылады. Кондитер, нан пісіру, консервілеу, шарап жасау, тағы да басқа өндірістерден пайдаланылады. Кез келген үйдің дастарханына мұнан кейін қант тұратынын белгілі. Шайға салғанды жақсы көреміз, ал тарихын білмегеніміз күмәнді. Қант қызылшасында қант көптігін 1747 жылы Андреас Маргров ашқан екен. Қанттың түрлері: қоңыр қант, тазартылмаған қант, қызылшасынан алынған қант. Пальмадан алынған қант: сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза. Қанттың отаны Үндістан, қанттың шыққан жері ежелгі Үндістан деп есептелінеді. Қанттың өндіру жолдары: алдымен теріліп әкелінген қызылшалар үлкен астауға салынады. Содан кейін бірінен соң бірі кезекте тұрған машиналар жоғары көтеріліп, жуып, майда тіліктерге кеседі. Тіліктерден шырын бөлінеді. Бірақ түсі ақ, қызылша, қара, сөл бөледі. Осы сөлдер үлкен ыдысқа жиналып, түтікшелер арқылы өңдеуден өткенде оның түсі мөлдір болады. Қанттың зияны: қантты тым көп пайдаланған кезде сүйегі сынғыш болып келеді. Қант ағзада тым көп болса, ауыз қуысы бұзылады, бактериялар көбейеді, тістер ауырады. Қантты көп жегендер үйреншікті және тәуелді болып кетеді. Тәттіні көп тұтынған адамдар тез қартаяды. Қант қажетті пайдалы витаминдерді жояды, әсіресе В тобында. Қант диабеті ауруы пайда болу себепші. Тәжірибе өткізу: бүгін біз қант пен судан тәжірибе өткіземіз. Ол үшін бізге 2 стакан су керек. Бірінші, таза суды өлшеп аламыз. 408 грамм. Екінші стаканға 2 қасық қант саламыз. Араластырамыз. Қант салынған суды өлшеп аламыз. Ол бізде 428 грамм болды. Бұдан шығатын қорытынды: қанты бар су біздің ағзамызға өте зиян. Қантты шамадан тыс қолданбайық, оның орнына табиғи балық, кептірілген жидектерді жейді. Қорыта айтсақ, қантты шамадан тыс қолданбайық. Әрине, оның пайдасы да зияны да бар. Артығынан қолданбаған абзал. Сонда ғана оның зиянды болмайды. Артық тамақ шашты ағартып қинайды. Ал қанағат
ұзақ өмір сыйлайды. Шекспир тауып айтқан екен. Сонымен айтқымыз келеді, артық жеп ауру туғызғаннан, аз ғана жеп денсаулығымызға пайдасын тигізгеніміз артық.